Қазіргі Африка халқының жалпы саны 2010 жылдың ортасына қарай 1 миллиард 30 миллион адамға жуықтады. Бірақ Африка халқы елдер бойынша біркелкі таралмаған. Тек Нигерияның халқы ғана 158,3 миллионнан асады. Тағы да 5 елдің халқы 25-60 миллион аралығында. Африка материгінде халық әркелкі қоныстанған. Халықтың орташа тығыздығы 1 квадрат километр жерге 22 адамнан келеді. Сахара тәрізді шөлді аймақтарда халық өте сирек, ал кейбір аудандарда мүлде қоныстанбаған. Халықтың ең тығыз қоныстанған жерлері Ніл өзенінің аңғары мен атырауы, Гвинея мен Жерорта теңізінің жағалауы. Африкада ұзақ уақыт бойы халықтың тұрмыс жағдайының төмен болуы, жұқпалы аурулардың кеңінен таралуы халық санының өсуін тежеп келеді. Соңғы жылдары халықаралық денсаулық сақтау қоғамының ұйымдастыруымен халықаралық денсаулық сақтау қоғамының жүргізілген жұмыстар нәтижесінде материк халқы жедел өсуде.